Құдай көрсеткен жерге бару. Ыбырайым пайғамбар қайда бара жатқанын білмесе де жолға шықты. Еврейлерге арналған хат 11-ші тарау 8-ші аят. Сіз Құдайдың соңынан еруге батыл шешім қабылдағаннан кейін ешқашан барып көрмеген жерге барасыз. Егер сіз 10 жылдан соң өзіңіздің әлі баяғы бірдей орында тұрғаныңызды көрсеңіз, онда сіз сірә бір жерде әншейін айналып жүрген шығарсыз. Құдай еврейлерге осы тауды айналып жүргендерің жетер, солтүстікке қарай жүріңдер деген. Заңды қайталау кітабы 2-ші тарау 3-ші аят. Бүгін Құдай сізге автотұраққа барып, машинаңды оталдыр, кеттік, жол жүрейік деп тұр. Дағдарыстармен басыңыздан өткен басқа да жағдайлар арқылы жаңа нәрсеге үйретіп, алға жылжи беріңіз. Ыбырайымға өзінің қайда бара жатқанын білу қажет болмады, себебі оны Құдай білді. Ыбырайымға тек Құдаймен тығыз байланысты болу керек болды, ал қалған нәрселердің бәрі өзінің ретімен бола берді. Адамдар Халел-келден деген әйелден соқыр болудан жаман нәрсе бар ма деп сұрағанда, ол, иә, кейбір адамдар көре алса да, Құдайдың өздерінің өміріне деген аянын көре алмайды деп жауап беріпті. Үлкен табысқа жеткен адамдардың 7 құпиясы деген кітаптың авторы Стивен Кови, тәуекелдің ең үлкені тәуекелден қашқақтап, тәуекелсіз өмір сүру деген. Бүгін Құдайдың соңынан еруге қадам жасаңыз, әйтпесе өміріңіздің аяғында неге солай істемедім деп өкініп жүресіз. Сіз сөйлеген сөздеріңіз үшін емес, істеген ісіңіз үшін сыйлық аласыз. Сіздің арманыңыз әрқашан сынақтан өтеді. Арманыңыз қанша қымбат болса, сонша құн төлеуіңіз керек. Құдайға мойынсұнған Ыбырайым қолындағы барын тастап, бұрын ешқашан көрмеген жерге баруға дайын болды. Ал сіз дайынсыз ба? Сіздің еркіңіз Құдайдың жолында жүру ме? Егер солай болса, оны дәл бүгіннен бастаңыз.